Сабақтың тақырыбы: мәтінді есептер шығарудағы формулалар. Сабақтың мақсаты: мәтінді есептер шығаруда айнымалысы бар өрнектер мен формулалар құрастыру. Бірінші есеп. Даниял мен Алма жейделерге 1500 теңгеге суреттер басып шығаруды ұйымдастырды. Орта есеппен күніне ең жейдеге сурет басып отырды. Мейрам күндері басып шығаратын жейденің көлемі 60%-ға өседі. Даниял мен Алманың мейрам күнгі кірісін есептеу өрнегін құрастырыңыз. Есепті шығару үшін алдымен мейрам емес күндері басып шығаратын жейденің санын 100% деп алайық. Онда мейрам күндері басып шығаратын жейденің көлемі 60%-ға өскендіктен, ол жейделерді 160% деп аламыз. 160%-ды санға айналдырсақ 1,16-ға тең болады. Онда мейрам күнгі кіріс n көбейту 1,16 көбейту 1500-ге, ол тең 2400 n-ға. Жауабын жазыңыз. Екінші есеп. Данияр мен Әлия жейделерге суреттер басып шығарады. Бір айдың ішінде олар А жейде дайындап сатты. Спорттық суреттері бар жейделер саны П-ға тең. Әртүрлі компаниялар логотиптері салынған жейделер саны спорттық жейделер санынан 40 данаға кем. Мультфильм кейіпкерлері бар жейделер саны компаниялар логотиптері салынған жейделер санынан 30 данаға артық. П-ның мәнін табуға арналған формула құрастырыңыз. Алдымен, әртүрлі компаниялар логотиптері бар жейделер саны спорттық жейделер санынан 40 данаға кем екенін ескеріп, П-40 өрнегін алайық. Мультфильм кейіпкерлері бар жейделер саны компаниялар логотиптері салынған жейделер санынан 30 данаға артық екенін ескеріп, П алынған 40 қосылған 30 өрнегін алайық. Бір айдың ішінде олар А жейде дайындап сатқанын ескеретін болсақ, келесі теңдікті аламыз. П қосылған П азайтылған 40 қосылған П азайтылған 40 қосылған 30 тең А-ға. Шыққан теңдіктің сол жағын ықшамдап, П-ның мәнін табайық. Сонда біздің П тең болады А қосылған 50 бөлінген 3-ке. Жауабын жазыңыз. Үшінші есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз. Есепті шығару үшін былтырғы жылғы композициялар саны емге тең болғанын ескеріп, биылғы жылғы композициялар саны былтырға қарағанда қаншалықты өскенін М арқылы беріңіз. Дұрыс, 0,12 М-ға өсті. Онда жалпы санын табыңыз. Дұрыс, М қосу 0,12 М тең болады 1,12 М-ға. Патриоттық өлеңдер санын есептеуге арналған өрнек құрастырыңыз. Яғни 1,12 М-да 4-тен 1-ге көбейтіңіз. Сонда сізде 0,13 М шығады. Жауабын жазыңыз. Есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз. Онлайн тапсырыс бағасын есептеуге арналған өрнекті құрастыру үшін қызанақ көшетінің санын А, орамжапырақ көшетінің санын Б, бұрыш көшетінің санын С деп белгілейік. Онда көшеттер бағасын есептеу өрнегі 10А қосылған 12Б қосылған 15С болады. Онлайн тапсырыс кезіндегі баға көшеттерді орау және жөнелту үшін өз құнынан артатынын ескеретін болсақ, табылған өрнек 0,5-ке көбейтіледі. Жауабын жазыңыз. Келесі есепті шығарайық. Әлима мен Айжан сатылымға ойыншықтар тоқиды. Әлима бір қонжықты Б сағатта, ал Айжан Д сағатта тоқиды. Оларға 12 бірдей қонжық дайындауға тапсырыс түсті. Әлима мен Айжан бірге жұмыс жасап, 12 қонжықты қанша уақытта тоқиды? Есепті шығару үшін алдымен Әлиманың жұмыс өнімділігін тауып алайық. Ол 1 бөлінген Б-ға тең. Ал Айжанның жұмыс өнімділігі 1 бөлінген Д-ға тең. Онда бірігіп жұмыс жасау кезіндегі жұмыс өнімділігі неге тең? Дұрыс. Бірігіп жұмыс жасау кезіндегі жұмыс өнімділігі 1 бөлінген Б қосылған 1 бөлінген Д-ға тең. Жұмыс бұл 12 ойыншық болғандықтан, уақытты табу үшін 12-ні 1 бөлінген Б қосылған 1 бөлінген Д-ға бөлеміз. Жауабын жазыңыз. Алтыншы есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз.
Есепті шығару үшін Эйлер-Вен диаграммасын қолданайық. Әншілердің санын X, бишілердің санын Y деп белгілейтін болсақ, және есеп шартындағы әнші оқушылардың 5-тен бірі биші, ал барлық бишілердің 4-тен бірі әнші екенін ескерсек, бізде мынандай теңдеу шығады. 5-тен 1 X, 4-тен 1 Y-ке тең. Осыдан X бөлінген 5 тең болады Y бөлінген 4-ке. Онда X бөлінген Y тең болады 5 бөлінген 4-ке. Ал 5 бөлінген 4 бірден үлкен екенін ескеретін болсақ, X үлкен Y-тен. Есептің жауабын жазайық. Сыныпта әншілер саны бишілер санынан көп. 7-ші есеп. Томат пастасын алу үшін қызанақты ұсақтап турап, арнайы құрылғыларда буландырылады. Құрамында 95% суы бар П тонна қызанақтан құрамында 30% суы бар қанша томат пастасы шығады? Қызанақ құрамындағы қанша құрғақ зат, яғни суы жоқ томат бар екенін табайық. Ол 5%-ға немесе 0,5-ке тең. Онда құрғақ заттың салмағы 0,5 П-ға тең. Егер томат пастасының құрамында 30% су бар болса, онда оның құрамындағы құрғақ зат 70%-ға тең. Яғни 0,5 П-ға барлық томат пастасының 70%-і сәйкес келеді. Проценті бойынша санды табайық. Жауабын жазыңыз. П тонна қызанақтан 70-тен 5 П тонна томат пастасы шығады. 8-ші есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз. Кілемнің периметрі ұзындығы А-ға тең болатын 2 кесіндіден және диаметрі В-ға тең болатын шеңбер ұзындығынан құралған. Онда периметр тең болады 2А қосылған пи көбейтілген Б-ға. А-ның Б-ға қатынасы 5-тің 4-ке қатынасына тең болатын теңдікті қолданып, В мәнін А арқылы өрнектеңіз. Дұрыс, В тең болады 0,8 А-ға. Периметр өрнегіндегі В мәнін А айнымалы арқылы жазыңыз. Өрнекті ықшамдаңыз. Сонда периметр тең болады 4,5 көбейтілген А-ға. Жауабын жазыңыз. Есте сақтаңыз. Есептің шарты бойынша әріптік өрнек құрастыру үшін алдымен есептің шартынан белгісіз шаманы әріппен белгілеу керек. Есеп шарты бойынша шамалар қалай байланысқанын анықтау керек. Қажетінше амал белгілерін сандар мен жақшаларды қолданып әріпті өрнек жазу керек. Әріпті өрнекті ықшамдау керек.